Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Сабағымызды бастамас бұрын мына ребусты шешіп көрейік. Балалар, суреттен не көріп тұрсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Тау және бала. Енді осы тау сөзінің алғашқы бір әріпін, бала сөзінің алғашқы екі әріпін алып тастағанда қандай сөз шығады? Жарайсыңдар. Аула деген сөз шығады. Яғни бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы менің аулам. Мақсатты сюжетті сурет негізінде сөйлеу, мұғалімнің қолдауымен айтылу мен жазылуында айырмашылығы жоқ сөздерді дұрыс жазу. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазып алайық. 3 желтоқсан менің аулам. Жүректен жүрекке әдісі арқылы бір-бірлеріңізге жылы лебіздеріңізді білдірсеңіздер болады. Бүгінгі күнге сіздерге тек қана сәттілік тілеймін. Ашық микрофон әдісі арқылы сіздерге сұрақ беріледі, сол сұраққа дұрыс жауап беруге тырысыңыздар. Бірінші сұрақ: сенің аулаңда не бар? Аулада кімдермен ойнайсың? Жақсы. Енді сөздікпен жұмыс жасайық. Жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Аула, двор, қайда, куда, әткеншек, качеля, құм, песок, сырғанақ, горка, орындық, стул. Қайталаймын. Аула, қайда, әткеншек, құм, сырғанақ, орындық. Жаңа сөздерді буынға бөліп оқы. Әткеншек, құм, аула, сырғанақ, орындық. Жақсы. Енді мына ережеге назар аударыңыздар. Қайда сұрағына жауап беретін сөздер мекенді білдіреді. Егер түбір сөз дауысты дыбыстан немесе үнді дауыссыздардан аяқталса, түбірдің жуан не жіңішкелігіне қарай жалғау да немесе де болып жалғанады. Егер түбір сөз қатаң дауыссыздан аяқталса, түбірден жуан не жіңішкелігіне қарай жалғау та немесе те болып жалғанады. Есте сақта. Қайда? Аулада, үйде, сырғанақта, әткеншекте. Тыңдалым алды тапсырмасы. Сіздерге сұрақ беріледі, сол сұраққа дұрыс жауап беруге тырысыңыздар. Сен аулаға шығып ойнайсың ба? Сенің аулаңда не бар? Келесі сіздерге тыңдалым мәтіні беріледі. Бағалау критерийі: тыңдаған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру және оған сәйкес сюжетті суретті таңдау. Дескрипторлар: мәтінді тыңдайды, мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береді, мәтіннің мазмұнына сәйкес суреттерді таңдайды. Тыңдалым кез тапсырмасы. Мәтінді мұқият тыңдаңыздар. Бұл менің аулам. Аулада орындық, әткеншек, құм, сырғанақ бар. Менің аулам таза. Тағы бір рет оқи, мұқият тыңдаңыздар. Бұл менің аулам. Аулада орындық, әткеншек, құм, сырғанақ бар. Менің аулам таза. Енді түртіп алу әдісі арқылы осы ақпараттардың дұрыс бұрыстығын анықтаңыздар. Бірінші сөйлем: бұл сенің аулаң. Аулада орындық бар. Аулада құм бар. Менің аулам таза емес. Екінші тапсырма 111 бет. Әріптерден сөз құрап жаз. Мысалы, алау, әткеншек. Бұл тапсырманы
дәптерге орындаймыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.